Бәріне сәлем достар. Бүгінгі видеода алақанның, яғни қол басының бұлшықеттері мускулус манусты талдайтын боламыз. Жалпы топографиясына байланысты алақандық беті және сыртқы бетінің бұлшықеттері деп бөлінеді. Алақан бұлшықеттерінің өзін 3 топ бұлшықеттерге бөліп қарастырамыз. Ол бізде үлкен дөңестің бұлшықеттері тенор, кіші дөңестің бұлшықеттері гипотенор және сүйек аралық бұлшықеттер деп бөлінеді. Үлкен дөңестің бұлшықеттері. Бұл топқа бізде 4 бұлшықетті жатқызамыз. Оның біріншісі бас бармақты алшақтатқыш қысқа бұлшықет мускулус абдуктор полицис бревис деп аталады. Бұл бұлшықет талшықтары бізде бас бармақты алшақтатқыш ұзын бұлшықеттің сіңірінен, білек фасциялық қабатынан және қайықша тәрізді сүйектің төмпешігімен білек бұлшықеттерінің дорсальды білезігі ретинакулум экстенсорумнан басталады да төмен қарай бағытталып, бас бармақтың проксимальды бақайшығының негізіне барып бекитін болады. Бұл бұлшықеттің қызметі бас бармақты алшақтатып тұрады және проксимальды бақайшығын жиырылған кезде сәл бүгеді. Келесі бұлшықет бас бармақты игіш қысқа бұлшықет мускулус флексор полицис бревис деп аталады. Дәл соның жанында орналасқан бұлшықет. Бұл бұлшықет бізде ретинакулум флексорумнан және трапеция тәрізді сүйектен, сонымен қатар бірінші алақан сүйегінен басталады да төмен қарай бағытталып екі басқа бөлінеді. Ол бізде беткей басы, капут суперфициали және тереңде орналасқан басы капут профундус деп екі басқа бөлінеді. Беткей, яғни беткей басы латеральды сесема сүйегіне барып бекиді, ал тереңде орналасқан капут профундус ол медиальды және латеральды сесема сүйектеріне, сонымен қатар бас бармақтың алақан бақайшық буынының қапшығына барып бекиді. Бас бармақты бізде проксимальды бағытта бүгу қызметін атқарады. Бұл бізде екінші бұлшықет кетті. Келесі үшінші бұлшықет бас бармақты шынақай саусағына қарсы қоюшы бұлшықет мускулус аппанеус полицис деп аталады. Бұл бұлшықеттің сыртқы пішіні көріп отқандай жалпақтау, үшбұрышты пішінді болып келген. Және бұл бұлшықет бізде ретинакулум флексорумнан басталады да бас бармақтың алақандық сүйегінің сыртқы бетіне барып бекиді. Бас бармақты шынашақ, яғни мына тұрған шынашақ саусағына қарсы қою қызметін атқаратын болады. Келесі соңғы төртінші бұлшықетіміз ол бізде бас бармақты ішке тартушы бұлшықет мускулус абдуктор полицис деп аталатын бұлшықет, яғни жиырылған кезде бас бармақты ішке қарай тартып тұрады. Бұл бұлшықет бізде қиғаш көлденең бағытта орналасып тұрғанын көріп отырмыз және оның бізде екі басы болады. Ол бізде қиғаш басы және көлденең басы. Қиғаш басы бізде екінші, үшінші алақан сүйектерінің алақандық бетінен басталады, ал көлденең басы капут трансверсум ол бізде үшінші алақан сүйегінің алақандық бетінен басталады. Және бұл екі басы бір-бірімен бұрыш жасап, ортақ бұлшықет қарыншасына жалғасады да бас бармақтың проксимальды бақайшығына барып бекиді. Бас бармақты ішке қарай тартып, проксимальды бақайшыққа қарай бүгу қызметін атқарады. Келесі бізде кіші дөңестің бұлшықеттері, гипотенор бұлшықеттері. Ең бірінші бұлшықет ол бізде алақанның қысқа бұлшықеті мускулус пальмарис бревис жатады. Ол бізде беткей орналасады және бұл суретте көрінбейді. Бұлшықет талшықтары бізде білек бұлшықеттерінің алдыңғы білезігінен басталады, төмен қарай бағытталып, осы гипотенор маңындағы теріге барып ұласады және осы жерде апоневрозды керіп, терінің қатпарларын түзуге қатысады.
Келесі бұлшықет шынашақты алшақтатқыш бұлшықет, мускулус абдуктор дигити миними деп аталатын бұлшықет осылайынан жатады. Міне келесі бөлігі. Бұл бұлшықет талшықтары мұнда орналасқан ос писиформи, яғни бұршақ тәрізді сүйектен басталады, және шынтақ жілік білезік бұлшықетінің сіңіршесі мускулус флексор карпи ульнаристен және білек бұлшықетінің алдыңғы білезігі ретинакулум флексорумнан басталып төмен қарай бағытталады да шынашақтың проксимальды бақайшығына барып бекиді. Шынашақты алшақтатып проксимальды бақайшықты бөгеді. Келесі бұлшық етіміз шынашақты бүккіш қысқа бұлшық ет деп аталады. Мускулус флексор дигити миними бревис, яғни қысқа бұлшық ет. Бұл бұлшық ет талшықтары ілмек тәрізді сүйектің ілмегінен, хамулус осис хаматиден және білектің алдыңғы білезігі ретинакулум флексорумнан басталады да төмен қарай бағытталып шынашақтың дистальды ұшына қарай өтеді. Шынашақтың проксимальды фалангысының негізіне барып бекитін болады. Шынашақты проксимальды бақайшығын бүгу қызметін және ішке қарай тарту қызметін атқарады бұл бұлшықет. Келесі соңғы бұлшықетіміз шынашақты бас бармаққа қарсы қоюшы бұлшықет мускулус апанеус дигити миними деп аталатын бұлшықет. Бұлшықет талшықтары ілмек тәрізді сүйектен басталады және білек бұлшықеттерінің алдыңғы білезігінен басталады. Сонымен қатар шынашақ саусағының 5-ші алақан сүйегінің маңына барып бекитін болады. Бұл бұлшық еттің қызметі шынашақ саусағын бас бармаққа қарсы қою қызметін атқарады. Келесі топ бұлшық еттер ол бізде алақанның сүйек аралық бұлшық еттері деп аталады. Сүйек аралық бұлшық еттерге екі топтағы бұлшық еттерді жатқызамыз. Біріншісі оның құрт тәрізді бұлшық ет мускулус люмбрикалис деп аталады. Бұл 4 бұлшық ет және бұлардың бастауы бізде саусақтарды бүккіш терең бұлшық еттің сіңірінің, яғни мускулус флексорум дигиторум профундустың сіңіршелері бар, 4-ке бөлінген. Сол сіңіршелердің латеральды беттерінен басталады да екінші және 5-ші саусақтардың арасындағы проксимальды бақайшықтың негізіне барып бекиді. Бұның қызметі 2-ші, 5-ші саусақтардың проксимальды бақайшықтарын бүгеді және сыртқа қарай жазу қызметін атқарады. Келесі бұлшық етіміз соңғы бұлшық ет, ол бізде алақанның сүйекаралық бұлшық еттері мускулус интероссеус. Міне мускулус интероссеус. Сүйек аралық бұлшық еттер. Бұл бұлшық еттер 2-ші және 5-ші сүйек араларында орналасады. 3 бұлшық еттен тұрады. Бұлшық ет талшықтары 2-ші, 4-ші және 5-ші алақан сүйектерінің латеральды қапталдарынан басталады да. Міне 2-ші, 4-ші және 5-ші алақан сүйектерінің латеральды қапталынан басталып, жіңішкелеу келіп, сол сүйектердің астында орналасқан 2-ші, 4-ші, 5-ші саусақтардың проксимальды бақайшықтарының негізіне барып бекитін болады. Және метакарпий, яғни сүйек араларын толтырып тұрады. Мускулус интероссеус пальмарис алақандық бетінің сүйек аралық бұлшық еттері және мускулус интероссеус дарсалис, яғни дарсальды бетінің сүйек аралық бұлшық еттері.